Ай, бір нардай шықты қойды, қол соған шығады ойлап ем, қуанышты болсын ағай. Менің атам қари болған кісі, қари. Құранды жатқа білетін, маңдай сәждеге тиген, намазын қаза қылмайтын. Сол атамның бір әдемі сөзі бар еді. Шырағым балам Нартай, біз не көрмедік? Намазды тығылып оқитын заман болды ғой деуші. Енді атам тірі болғанда атама мен айтатын ем, ата, біз не көрмедік? Тығылып той жасайтын заман болды ғой. Қуанышты болсын. Қасиетті тоғыз жолдың торабы, таяқ ұстап келгенде тай мінгізетін бұрынғы атымен айта берейін. Қабулин халқы ассалаумағалейкум деп қол соғып қойсақ жарасады ағайын. Білесіз, екі дүниенің сәруары пайғамбарымыздың әдемі сөзі бар. Ей үмбетім, өс өн көбей, ертең ақыретте мен сендермен мақтанамын дейді. 25 жыл тамада болып жүріп мен 11-де той басқарам деп ойламаппын. 25 жыл тамада болып жүріп, сағат 11-де той басқарам деп ойламаппын. Былтыр сезон, тойдың сезоны қайнап тұрғанда, 10 күн деп айтпай қойайын, аптасына бір рет тубилей ауыстыратын екпіз. Аты өшкі карантин келіп, тойдың бар үйдің ішінде болған соң нәскимен жүре беретін болдық қой қазір. Ол табиғаттың заңдылығы сондай болып алдыма үлкен өтініш. Бақтияр мен Зәуреден өтініш, тойхананың акимат ұжымынан өтініш. Видеоға түсіріп, сауаптың орнына инстаграмға салып лайк жинаудың қажеті жоқ. Тоқтатпай қол соғайық ағай. Ассалаумағалейкум досым. Общий балаша қанша ол? Жетеді ма? Ой, молодец. Қуанышың құтты болсын. Ақжеше, қол жеткен қыз арынға тиеді, қалғандары әрінге тиеді дейді. Ұсыра, негізім кішкентайлардың бір мықты болып келеді өзі. Біздің Нұржанның да алтау болады саған. Мен бай сой беріп жүр 5-9-ны. О, ағай, 2 рет 3 рет үйленуіңіз мүмкін, кім үйленбей жатыр қазір? Ада бүдет 5-6 рет байға тиіп атқандар бар ғой. 10 шақты рет көлік ауыстыруымыз мүмкін. 10 шақты рет үй салуымыз мүмкін. Әлхамдулилля, мұсылман ер баласы бір рет кесіледі. Орнымыздан тұрмаймыз ба? Шапалақ қайда, қошемет қайда. Бұл пайғамбарымыздың үлкен сүннаты бұл. Ей, жаным тобольный. Атты лимузин қылыңдар осыңдар. Үлкені қайсы, сен ба? Ассалаумағалейкум. Ассалам. Уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Уалейкум ассалам. Ассалам. Жығын. Ана бас тегінде өмес ғой. Кімнің баласысың? Ахиярым. Атердің баласысың ба? Кім туды? Ата. Сен кім баласысың? Ата. Сені кім туды? Әкем. Бұл үйде мүншен еркектер туады екен ғой. Сен кім баласың? Ата мен апаным. Саған кім туды деп айтпай қойын, білетін сәтсің. Маған қара. Кейін дәу жігіт боласың ғой. Мен сияқты, папаң сияқты, ағаларың сияқты. Сөзді кім боласың? Өсет. Президент болады. Олар президент болуы мүмкін. Назарбаевтың қайын жұрты ардың ғой. Сарапан ардың ғой. Сен кім боласың? Үлкенде сұрайды. Сен кім боласың? Президенттің үлкен ағасы. Сен кім боласың? Екінші ағасы. Президент болған соң ата мен апаңа не бересің? Самолет. Самолет. Қашан үйленесің? Екі. Нені қызын аласың? Аны қылмайды өзің. Кеншейін ұру нел болады, нел? Батыр. Батыр кім? Мамасы батыр ма? О, балаң екеуін құман қаталасы. İnşallah Müslüman bir alalım. Жақсы екен, артық тұрған байқаған. Жақсы.
деген атқа отырғанын байқағаным. Тойға келгеніңізге рахмет. Інім президент болса қайтарамын. Осы бастан ойындатып алайын. Мына үшеуі президент болып кетсе, қолдана әбді самат қалады ау. Қолда біреу қалу керек қой. Енді қасиетті батыр елінен 4 нағашы келіп, жиендерін аттан түсірсе. Бүкіл батыр бойынша 2 адам келдім, міне. Жыламадай, вообще мазаларым жоқ қой, өте істі ба? Ассалаумағалейкум. Құтты болсын. Аналарын аттан түсіріңдер, ертең президент болса осыны жағалайсыңдар. Сен ананы көтерші, өзің размерің сол. Атасы апасы келіңіздер. Алла разы болсын. Болып бара беріңіздер. Шапалақ ағайын. Атасы апасы келіңіздер. Келсеңші. Жаным довольный басым деймін сіздерге. Менің келген әншіңіз Алматының қызы да едеген табиғат дейді. Тойхананы қандай еді мына жерде? Жоқ, хан емес. Жолдың бойында балауса ма? Шынар. Жоқ, балауса. Ит бұрылған кезде трактормен жүзім, ит трактормен алма тасып барады да. Міне береке. Мақмұра. Берекеде тоқтап 3 қатырмен суретке түсіп ем, 2 қап алма бересің маған. Ешқандай арам ойы жоқ. Жаным Нартай, тірідей көрдім. Ұстап көрейші деп ұстап көрдім. Арам ойы жоқ адамдар, берекеде қараңыз, шынымен береке. Шынымен берекені жер қой, қараңыздаршы. Біреуінің ойында арам ойы жоқ, қылсай ма? Қазір Құдай қаласа барғанымыз самсарайын деп тұр ғой енді. Ағайын, тойда 2 адам жексұрын болады, біреуі тамада, екінші ысқылатшы. Менің жексұрын болуым келмейді. Жұрттар той анаға сиыр, ат, өгіз, тия кеп атса, Бақтиярдың саудада жүрген достары той ана қылып мен әкеліп атыр. Мен осы жерде біреудің той анасымын. Дәу айғырмын қазір ортада тұрған. Одан кейін әкем мен анамның жаңа Бақтияр мен Накисін айтуы бойынша бар жоғы 4-ақ дос болады. Атым аталмай қалды деп қапа болып өкпелейтін заман жоқ ағайын. Түсініп тұрсыздар ғой, қиындау заман болды ғой. Сондықтан ағайын үлкен өтініш, тойды жақсы өткіземіз, Бақтиярға поддержка береміз дегенде қол соғып отырсаңыздар. Аға, уайымдама. Күліп жүр. Досым, күліп жүр. Жеше, күліп жүр. Сен күліп жүрсең той өз-өзін жабады десең. Ондай жақсы болды. Ол қарай. Шапалақ қайда? Құдаң қаса тұрсаңшы, бой-бойыңыз болып қалдыңыздар ғой. Сен анаяққа басай. Қайсы сен баба? Наксы ма? Наксының қызы біз еген тойшын көріп көреді. Шапалақ қайда қай, міне. Әке, ассалаумағалейкум. Анашым, армысыздар. Төртеуміз келеткен кезде көзіме жас алып тұрдым да мен. Әкесі бар бала, батыр бала ғой негізі. Анасы бар бала, бай бала. Қуаныш құтты болсын. О, ағайын, Құдай болсын Құданы. Құдай өзі құрады. Сіздей болсам Құдам деп, Көлбай әкем Алладан соны сұрады. Тілегін Алла қабыл қып сіздей Құда құрады. Көлбайдай әкемнің Құдасы, және президенттің нағашы атасы. Мүсірәлі Құда шыққанда, бүкіл тойхана аямай шапалақ ұрады деп, қошеметпен құдағасын. Той құтты болсын. Қызыңызға қарап тұрсам сізге ұқсайды екен. Әкесіне ұқсағыңыз бақытты дейді ғой. Шынымен бақытты болсын.
жоқ барған жерін бақытты қылған адам ғой, өзінен өзі айына 96 теңге алып тұрған адам ғой. Біріншіге саған батырбек. Сен айналайын Аллахым. Ауадан танысың, жерден өнсін, бір жүмітіп пайғамбарын қолдасын. Сен аты еркек болсын болып шыға. Бірақ тоқтап, жайын болған жоқ. Саған сабақ. Алтыннан болсын жағаң, күміштен болсын тағаң. Оң жағына қарасаң алтыннан терек орнарсың. Сол жағына қарасаң күмістен терек орнарсың. Өлшін бол. Бостық айдай төлшіл бол. Адам таппас сөзді бол. Ор қояндай көзді бол. Ана үйдегі жегеше, мына үйдегі жегеше, шүйінші деп жүгірсе, жүгірсіндер жүгірсе, бар дүниелік нартайдың үйіне кеп жиырсын. Ау дейін. Қазір рашөт алайын, өзім ыстырам. Ағайын, маған отаның қажеті жоқ, батаның қажеті бар. Әр тойға барып өсіп, кейбіреулер маған баласын аузына түкіртіп, шапан береді, тай береді. Мынау кеше бір Байпатшаның тойындағы шапан еді. Жұғысты болсын. Мен атама шапан кигізейін ағайын, қол соғып қойсақ болады. Бірақ сіздің басыңызға мінекейіңіз. Енді беліңізді қумай қойын, апам болсын оны. Азда болсын. Шалдарға қойған қазір дейінші. Жолыңызды берсін. Екі дүниенің шаруары, екі дүниенің сүйіншісі. Адамзаттың асылы ақырет пайғамбары. Пайғамбарлардың падишасы соңғы пайғамбарымыз ағайын. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ассаламнан сұрап, Бақтияр, бірінші кімді сыйлайын? О ағайын, өзіңіз ойлаңызшы, бірінші кімді сыйлағым келеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам, бірінші анаң, екінші анаң, үшінші анаңды сыйла дейді. Анасы бар адам қартаймайды. Шолпан деген атты естісем, аяқ қолын істемей қалады дейді. Азда. Көрмейді. Мына сұлу отыр, мына кісі танитындар қол соқсыншы. Соқсаңшы, барлық екен ғой. Қазақстан Республикасының, Өзбекстан Республикасының спорт шебері Шапалаққа ағайын, міне. Мен художник болсам, сізге портреттен сурет сап беретін ем, әке. Мен мүсінші болсам, ескерткіш орнатып беретін ем. Көп болса сізге 3 қап цемент жетеді. Шикоқшы, артық қалды ма? Мен сатирада жүрген соң, әкеме жыр арнайын, Тамолин халқы. Әкеме жыр арнайын. Мен жыр арнаған кезде, мына стол арзануым. Біз сіздерге мешеде тұтқан жоқпыз ба? Мешеде тұтқан жоқпыз ба? Мен жыр арнаған кезде, өйде! деп отырсақ, өзіңіз жақындағыз ғой, Тамолинді нүгуін жауап беремін деймін. Көрейікші абырой, бисмиллахиррахманиррахим. Қазақ деген бір ел бар, қызу халық, түзу жолмен қайтады түзу барып. Сойыл беріп қолына аттан десе, чумаққа да келеді бұзып жарып. Жаман айтсаң кептейді, сәкін ептейді, сол қазақтың бір баласы, той істеп атқан көлбайдай әкеме ешбір адам жетпейді, айғой! Тура өсіп өлең шығарсам, Атырау, Ақтау, Қызылордада, Семейдің арғындарына ше, балдар кеп құлағым ақшақыстыратын еді. Қатып қалған екен балдар. Биыл қаншаға толғасыз, әкешім? 71-ге. Қанша? 74.
70'li 81 sınıf ballardan jас көрінесіз ғой? Міне. Енді білмеймін кімнің армияға барған. Армияға барасың біздің кезімізде. 2 жыл еді ғой. 6 айдан кейін присяга болады. 2 күн ата-анаңмен қыдыртуға жібереді. 3-ші күні подъемнан кейін аузынан автоматически мынандай дауыс шығады. Мама деген. Қанша перзент бар дедіңіз? 6. Шапалақтайды. Қанша оғыл? 4 ұл, 2 қыз. Әлхамдülillah. Үлкен келін 4 ұлда 4 қатын ғой. Екеуден бар ма? 4 ұл. Ритм балаған жетеді ғой. Үлкен келіннің аты кім? Намира. Кім? Намира. Намира! Шапалақтайды ағай. Екінші келін. Басай? Денеңе сен тұрсын ба не? Аға қастамасың? 3-ші келін. Дина келін. Дина! Жолым сен. Жо, сен неға тұрасың? 4-ші. Әшем келін. Кім? Әшем. Әсем, келіп Әсем. Қай келін қолындас? Әшем келін. Әсем менің қолымдан айтпағыз. Әсем менің қолымда деп сөйлейміз. Бармыз ғой, квартира топпағанбыз ғой. Негізі бұл адамзаттың бар, бұл өмірге квартираны қой. Қол ұзарды ма? Ұзарды арқасы. Тіл. Теңше алынан нұр жоқсын. Байыңнан қарағанда сен адал екенсің. Осақ қой, нартай, су ішейін, шай ішейін, сен айтпар мейді ма? Наоборот, аттың кемейға менен көріп жүрсің өзі. Мен санап тұрам, халық шапалақты ұрып тұрады, әрқайсың апама жеке-жеке 3 реттен сәлем саласың. Сен 4 рет саласың, ораманың жоқ қой. Без головного вор дейін дұрыс па? Давай. 1, 2, шапалақ қайта. 3, и сен. 4 рет. 1, 2, 3, 4. Сен. 1, сен қақпен кеймеш. 2, 3, кішкентай келін. 1, 2, 3. Мама, бұндайларды любойын сындырып берем мен. Осы 4-еуінің байын шағырып анжыманы істетейін ба? Істетейін ба? Төртеуің дем сасарынан 4 ағайыны чынды болып қалады анау. Сол молданың бас имамы мына кісі ғой. Қуанышты болсын. Апа, кешіріңізші, немереңізді қайтарып беремін керек. Апа, кешіріңізші, немереңізді қайтарып берем десе, апам Жоқ. жоқ дейді. Келін байғыз не айтарын білмейді. Бала мен баланы ауыстырайықшы, апа. Дейді. Сөйтеді екеуін ауыстырады. Көрдіңіз ба? Мен қазіргі балдарды көріп таң қалам. Арман жоқ қой. Біз женси шалбар дегенде мен 9-ші класста келгем. Қазір біздің балдар женсидің памперс киіп жүр мен балам. Енді біздің ата-анамызға деген сыйлығымыз. Жаным, атың кім? Адиша. Сен атың? Ахнур. Sen keşte önündesin olayım ya. Şöyle 19'unda elim gibi. Ata-anamıza sığılık.
95'e geldiniz korkunçtu mu деген ол. 95 жас деген негізі korkunçtu. Менің просто кайфым кітап оқығандай адам. Сөйтсе жамыл жаба береді дейді. 95'e келген korkunçtu емес, 95 деген апаның қасында жатып көр, одан да korkunçtu дейді. Бір жас 71 деді. Мен еще менен рұқсат сұраған қалайын, кемпір менен бір сүйсінші деді. Кемпір маңдайынан бір сүйсінші. Шабалақ қайда? Анашым менің, бүгінгі жасыңыз құтты болсын. 65 құтты болсын. Алла сіз 100-ге жеткізсін. Бізді мына осы өмірге 12 мүшеміз сау болып, осы өмірге әкелген үлкен рахмет сізге бас иемін. Анашым менің. Мына немере тойданыз құтты болсын. Той-тойға лаза берсін. Тойдан кемінасың бізді. Тек тойларыңызға, жақсылықтарыңызға өйстіп ойнап, күліп, ішіп-жеп жүре берейік. 100 грамм іше берейік сейдім. Братан, мен сені танимын ғой. Сварщик, Жоқ, братан, мен жолда келеді, спринтерімнің ресурсын сен сварк деп білесің. Дұрыс па? Ассалаумағалейкум. Әбдіқахар, міне, қызың арам болса, күйеу балаң адал болсын. Қанша көз майын таусып, қанша темірді сваркілеп, алтын жүзік тағып, шабалақ қайда. Дұрыс, братан, мен де ажырасып кетейін десем, енемді қимаймын деп айтсам, енем нәзік қалап қойды. Мен сені жарым. Просто сен бір ырза болғанымша, әпшем атайын. Гүлжан әпше, сіздің папашыңызы подростковый келе береді өзінен. Жолдың бойында сарт пен мәрт жүреді дейді. Сарт Чернайкпен арғы беті болған бұяқтың бәрі мәрт қой енді. Оған шықты болсын. Қыз жібек қартайып, кемпір болған дөкені қатыр дейді ғой, қыз жібек. Сіз қазір төлеген деп жүре беріп, біз Бекежаннан нормально жігіт екен ғой деп. Өкіш бұрадан бәрі нормально, асып. Кім? Сөйлеп қойды бұрадан. Сөйлеп. Қуаныш құтты болсын. Ағабай той құтты болсын. Қыздар, көргеніміз қуаныштымыз. Ағалар, сыйластыңыз артсын. Биыл өзі коронавирус деген бәле, өзім журналистімді бәрін бірдей қойды ғой апа. Ай да өлді, кедей де өлді, молда да кетіп қалды, біреудің жалғызы да жарымы да кетіп қалды, бәрін бірдей қылды. 2,5 метр аңғадан кетті бәрі, біз де кетеміз. 2,5 метр аңғада 260 теңге тұрады екен. Баусыз да. Сабап жайлайық, досым қуанышты болсын. Әке, ғұмырлы болыңыз. Анашым, қайғырмаңыз. Мұңсыз болыңыз. Тойда жолғайық, қыздарға рахмет. Баяғыда ауылда қыстақтан кендер дос жібереді. Білесің ба? Өзім таза жерде болған ба біледі? Той қыласын, ортаға жақындайық. Мен бұған айтып жатырмын да, менде 3 жыл 2 қыз ғой. Үлкен қызға сырға салайын, құда болайын соң күнбейді жүрсің. Балам айтам, алып қашқын жасалды. Не ақпызсыздар? Жеке жақ құсап сіздер.